Балалар күткенде қандай әңгімені оқып аяқтадық? Қандай шығармамен таныстық? Оралхан бөкейдің Тортай деген атты әңгімесін оқып аяқтадық, иә? Ендеше қазір сол әңгімені тағы да бір еске түсіру үшін цифрлы ойыншықтар ойынын ойнауды ұсынамын. Жақсы келе ғой әлші. Әңгімен деген Тортай жақсы жарайды, тамаша. Келесі. Әңгімеге басқаша қалай атау бересіздер? Жақсы жарайды. Тортайдың әңгімесі келесі. Айға тұталып. Бірінші ақылға қайттарсын, сылығы берілген. Бізді жақта сұлақ дейді, жақсы, тамаша. Жарайсыңдар балалар. Келе ғой, жайнар. Шығарма не туралы, оның тақырыбы. Қайшы? Арманшыл жетім бала болатын, иә? Біздің Тортай, иә балалар? Ал. Апамның астауы дейді, жақсы, тамаша. Бұл шығармасында оқысаңдар құрат балар. Өте тамаша, мен мағынаға ел шығарма. Шығармаға сәйкес мақалды тап. Келесі. Қателесті ақырекке. Әңгімен аяқталды. Тортай арманға жете алмай жарайсың Бағдәулет. Келесі, келе ғой, ғана қателескендер шығарып көрсетсе. Оралхан бөкей кім? Жазушы, драматург, тамаша, бәріміз білеміз, иә балалар? Келесі. Айолым. Тортай қандай бала еді? Арманшыл. Қателестің, кішкене ғана қателестің. Ақынның алғашқы шығармасы жақсы жарайсың Сарыарқаның жаңбыры болатын, иә? Ал келесі Мәдина. Бағана қателескен ойыншықтарда қайтадан ашуға мүмкіндік болып тұр. Тортай қандай бала? Арманшыл, әңгімешіл бала балалар. Есімізді сақтайық, жүрек жаңа қателескен. Келе ғой, тұрасың. Оралхан бөкей қай жылы дүниеге келген? 1943 жыл. Жақсы, жарайсың тұрасың. Келе ғой арайлы. Шығармаға сәйкес мақалды тап. Балалар, тыныштық сақтаймыз, кедергі жасамаймыз. Арайлы жарайсың, келе ғой. Ақынның қай шығармалары бойынша көрген күйдегі түсірілген? Жарайсың. Келесі, Айол бөкей. Балалар тамаша бәрі жақсы оқығансыңдар ғой шығарманы дейді. Оралхан бөкейдің аты Күлия дейді. Тамаша. Келесі, келе ғой, Мәдина, шығасың ба? 12 жүйашық. Оралхан бөкей қай жыл дүниеден осамыз? 93 жыл, әрине 43 жыл дүниеге келді, 1993 жыл дүниеден өтті, иә? Ал бірінші таңдады. Тортай Тастөркеде қандай кітап оқыды? Аластама, жақсы, тамаша. Соңғы яшы қалдау дейін балалар, иә? Ал жақсы, тамаша, бәрі жақсы оқығансыңдар. Аян мен Тортайдың ұқсастығы екеуі де